Адамның табиғатын әсте түсіну мүмкін емес. Ыстық та, суық та, байлық та, бақыт та үнемі аздық етіп тұрады. Еш нәрсенің қадіріне жете білмейміз. Көзімізден бұлбұл боп ұшқан сәтте ғана өкініп, сан соғып жатамыз. Әсіресе махаббат мәселесінде жиі орын алатын құбылыс. Бұл жайт әркімнің ақ басынан өткен болар. Менде де өткен. Ол менен 5 жасқа үлкен болды. Бір ауылда тұрған соң ағалы қарындас сияқты араласатын едік. Бірақ оның көзқарасы бөлек екенін ішім сезетін. Кездескен кезде өңменінен өтердей өткір жанарын қадағанда кірерге тесік таппай қысылатынмын. Кейде тіпті осындай көзқарасы үшін оны жек көріп, сәлемін алмай жауап қайтпайтынмын. Алайда ол үнемі қамқор болып, қолынан келген көмегін аямайтын. Менің ақымақ әрекетімде де, ауырлау мінезімде кешіріммен қарайтын. Осылайша біраз жыл өтті. Ол қалаға барып оқу оқып, ауылға келіп жұмысқа тұрды. Біздің арамыз сол қалпында қала берді. Жоқ, жақындай түсті. Бұрынғыдай емес, маған да ес кіріп, жан-жағыма қарап бой түзей бастадым. Әңгімеміз де жарасып болған. Ол бірде маған ғашық адамның кейпіне енсе, бірде қамқор ағамдай ақылын айтып бағыт-бағдар беретін. Мен сабақтан қайтқанда ол жұмыстан шығатын еді. Сөйтіп екеуміз бірге қайтатын едік. Кейде ертерек шыққан сәтте оны аялдамада күтетінмін. Күткенімді сездірмес үшін құрбымды қасыма алып сөйлесіп тұрамын. Оның келе жатқанын көргенде барып қайтуға ыңғайланамын. Осылайша бейкүнә қылмысымды жасырғандай боламын. Бірақ ол әрине бәрін сезіп жүрді. Жанарымыз түйісіп қалған сәтте абдырап не істерімді білмей кетемін. Мұндайда сөзбен атудың өзі артық болар. Бәрін де көзі сездіріп тұратын. Бірде еңбек сабағында әдемі гүлдермен жүрек бейнеленген кесте тіктім. Мұғалім өте әдемі шыққан. Кімге сыйға тартпақсың деді. Иә, кімге беремін? Оған ба? Иә, бірақ қалай? Деп өз-өзіме сұрақ қойып, өзім жауап беріп, ойланып кетсем керек. Құрбым шынтағымен түртіп қалды. Тарыдай шашылған оймен әуре болып отырып, не дерімді білмей, ешкімге дедім, естілер естілмес. Сонымен әдеттегіше сабақтан соң екеуміз бірге қайттық. Мен оған кесте тіккенімді айтып, мақтанышпен көрсеттім. Ол маған қарап жымиды да, бүктеп төс қалтасына салып, осы жерде тұрса әдемі көрінетін секілді. Қалай ойлайсың деді. Менің де күткенім сол еді. Қашан қайтарып бересің дедім, қуанғанымды сездірмес үшін. Қайтармауым да мүмкін деді ол көз алмастан. Осылайша күндер өтті. Айлар ауысып, уақыт жылжи берді. 3 айдан соң мектепті де тәмамдамақпын. Содан қалаға кетемін, жаңа таныстар табамын, жаңа ортаға енемін. Өмір мүлде басқаша сипат алады. Жарқын болашақ. Ал ол ше, сірә оны ұмытуым керек шығар. Осы ойым жеңіп, сол күні оны күтпей үйге өзім қайттым. Келесі күні тағы солай. Одан соң ол менің алдымнан шықты. Оны танымайтын кісіше өте бермек едім. Саған не болған? Неге ренжіп жүрсің деді. Ақмақтығыма басып, еш жауап берместен жанынан өтіп кеттім. Бұдан соң ол мені іздемеді. Қалағаным осы болса да, жан-жағыма қарап біреуді күткенде елегізе беремін. Ол неге қайтпайды? Әдетте осы уақытта шығатын еді ғой. Жоқ, бірақ дұрыс, екеуміз үшін осы дұрыс деп, іштей күбірлеп келе жатқанымда жанымнан бір машина өте шықты. Бұл сол ғой, сол. Неге тоқтамады? Әлде бәрінің шынымен біткені ме? Таң шығындай, мөп-мөлдір таза сезім еді. Осылай тынғаны ма? Мүмкін көрмеген болар, әйтпесе ол міндетті түрде тоқтайтын еді. Деп өзімді сендіріп әлекпін. Қанша елемеге тырыссам да, өзегімді өртеген өкініш жанымды жай таптырар емес. Бір апта бойына осы жайсыздықтан арыла алмадым. Осындай дел сал күйде жүргенімде, құрбым ол үйленгелі жатыр деп естігенін айтты. Бұл сөз төбемнен жай түскендей әсер етті. Ілгері басқан аяғым кейін кетіп, дымым құрып, дыбысым тұншығып, әп-сәтте әлсірегендей күй кештім. Көмейімді тас қып буып тастағандай тілім сөйлеуге келмейді. Мүмкін жай қауесет шығар дегендей ойда жоқ емес. Күдік пен үміт араласқан күйі үйіме қалай жеткенімді сезбей қалыппын. Келсем, есік тұсында мен сыйға тартқан кестелі орамал ілулі тұр.